Бүгін біз сіздермен бірге шалбардың сызбасын жасауды үйренеміз. Шалбардың сызбасын жасау үшін маған шалбардың ұзындығы, белдің жартылай айналымы, яғни белдің айналымы 52 см болса, оны 2 бөл 26 деп аламыз. Бөксе, яғни жамбастың жартылай айналымы 56 см, соның жартысы өлшемі қажет болады. Ең алдымен АВС-ді тіктөртбұрышын төмендегідей етіп сызамыз. Мұндағы АВ кесіндісін АВ тең 1 бөлінген 2 бөксенің жартылай айналымы қосылған 6 см деп аламыз. Менде 20 шықты. Мен қағазда мына жерді Б нүктесі деп алайын. Даже мына жерді алсам болады. Б нүктесі деп алайын. А мына жақта А нүктесі деп аламын да, ара қашықтығын 20 өзімнің сызғышыммен 20 см етіп аламын. см аламын. Сонда менің мына жерім А нүктесі болды. Енді А нүктесінен төменгі қарай шалбардың ұзындығына тең етіп 59 см аламын. Менің 59 сантиметрім. Менің 59 сантиметрім мына жерде. Осылайша 59 сантиметр алдында осы тіктөртбұрышты толықтырып шығып, оны АВС-ді тіктөртбұрышы деп белгілеймін. Мына жақта С, мына жақта Д тіктөртбұрышы. Енді келесі қадам Ш нүктесін анықтау. Мендегі шагтың дейді, жүрістің. Ш нүктесіндегі Ш нүктесі былай анықталады: 1 бөлінген 2 бөксенің жартылай айналымы қосылған 2 см, ол 16-ға тең. Демек, жоғары жақтан А нүктесінен төменге қарай 16 см түсеміз. Сөйтеміз де, ол 16-дан осылай горизонтальна ВС кесіндісіне қарай горизонталь жүреміз. Мына жерді Ш, келесі жақты Ш1 деп белгілейміз. Соң Ш1 нүктесінен артқа қарай 4 см жүріп, бұл шалбардың ауы. Жоғары қарай осы 4 см белгілеген жерден АВ кесіндісіне осындай түзу түсіреміз. Содан мына жерде 4 см. 4 см тағы жоғары қарай көтеріліп, ол жерді белгілейміз. Бұл жеріміз осы жермен мына жердегі қиылысқан нүктені Т деп анықтаймыз. Мына жерді 4 нүктесі деп белгілейік. Енді осы Т мен Т4 және Ш нүктелерін қосып шығамыз. Қосқанда былай. Бұл шалбардың алдыңғы бөлігі. Біздің жасап жатқанымыз. Келесі қадам шалбардың бел сызығын анықтаймыз. Онда мұндағы Т дегеніміз талия сызығы, Т1 1 бөлінген 2 белдің жартылай айналымы қосылған 3 см. Бізде белдің жартылай айналымы 26, 26-ны 2-ге бөлеміз 13, 13 қосылған 3, 16 см. Демек, осы 16 см-ді Аға қарай, Т-дан бастап Аға қарай жылжаймыз. Менде Т1 мен А нүктесі беттесіп кетті. Мына жерде Т1. Кейбір жағдайда бұл жетпей қалуы мүмкін, осындай болып қалуы мүмкін. Менде бұл беттесіп кетті.
шалбардың тізе сызығын анықтау үшін шүбір С кесіндісін, мұнда С төменгі жақтағы кесіндіні, шүбір С-ні өлшеп алып, ол менде 43 сантиметр. 2-ге бөлем. 43-ті 2-ге бөлсем 21-де 5. 21-де 5, ол осы жер болады. Осы жерден жоғарыға қарай 6 сантиметр жүреміз. Жоғары қарай 6 сантиметр жүремізді. Демек, 2-ге бөліп есептейміз. Содан жоғары қарай 6 сантиметр көтерілеміз де. Бұл сызықты біз тізе сызығы деп анықтаймыз. Тізе сызығын сызып алдық. Енді шалбардың балағынан ішке қарай 3 сантиметр кіре отырып, мына екінші жағынан ішке қарай 3 сантиметр кіре отырып, Т1 Ш, ол бізде қосылып тұр. Негізі мынаны былай қиғаштап қоссаңыз болады. Мынаның сонымен мына жердегі 3 сантиметр ішке қарай кірген нүктені қосамыз. Мына жерде Ш және С нүктесін қосамыз. Міне осылайша біздің шалбарымыздың сызбасы дайын болды. Енді шалбардың артқы бөлігін сызу үшін тура осындай тік төртбұрыш сызып аламыз. Мұндағы А, В тура солай бір бөлінген 2 бөксенің жартылай айналымы қосылған 6 сантиметр етіп, және ұзындығын А-дының ұзындығын 59 сантиметрге тең етіп сызып аламыз. Міне осылайша А-В тік төртбұрышын сызып алдық. А-шыны тура сол сияқты бір бөлінген 2 бөксенің жартылай айналымы қосылған 2 сантиметр секілді анықтаймыз. Мен бұны былай сыза саламын. Қайталап турасына қойып сыза саламын. Енді бізде мына Ш1 нүктесінен Ш нүктесінен солға қарай мынандай формула бойынша 1 бөлінген 4 АВ қосылған 1 тең 6 деген формула бойынша есептелген сантиметрді солға қарай жүреміз. Бұл шалбардың алын шығарады. Бізде АВ дегеніміз 20-ға, 24-ге 5 қосылған 1 6 сантиметр. Яғни Ш нүктесінен солға қарай 6 сантиметр жүреміз. 6 сантиметр жүрдік. Енді осы жүрген нүктенің тура ортасынан 3 сантиметрінен төменге қарай 1 сантиметр түсеміз. Яғни 3 сантиметр ортасын табамыз. Содан кейін төменге қарай 1 сантиметр түсеміз. Мына нүктені біз 6 деп белгілейік. Және Ш-дан ішке қарай 4 сантиметр. Тура мына жердегі істеген амал сияқты жоғарыға қарай 4 сантиметр жүреміз. 4 сантиметр жүреміз де осында осы нүктелерімізді пока қоя тұрамыз. Енді шалбардың бел сызығы. Бұл нүктесінен оңға қарай қалаған ұзындықтағы кесіндіні сызамыз. Осылай қалдырдық. Енді АВ кесіндісінің ортасын белгілеп, бізде 10 сантиметр жоғарыға қарай 3 сантиметр көтеріліп, осылай В-ға қаратай, бұдағы сызған кесіндіге қаратай ұзындығын
бір бөлінген 2 белдің жартылай айналымына тең етіп, бізде белдің жартылай айналымы ол 26-ға тең, демек бізде 13 болады. Бұл 13 сантиметрді осы біз 3 сантиметр көтерілген нүктеден бастап бұмен қиылысатындай етіп аламыз. Міне, тура осы жермен қиылысты. Осы қиылысқан нүктені Т деп белгілейміз. Қиылысқан нүктені Т деп белгілейміз де, 3-те ары қарай 5 сантиметрге ұзартып, 5 сантиметрге ұзартып, бұл жерді Т1 деп белгілейміз. Енді осы шыққан нүктелерді қосып шығамыз. Жаңа мына жерден 6 деген нүкте мен 1 деген нүктені, бұл нүктенің аты 1 болсын, және Ш нүктесін, жердегі Ш нүктесін, сонымен жоғарыдағы 4 деген нүктені және мына Т1 деген нүктені қосамыз. Сонда біздің шалбардың артқы бөлігінің ауы шықты. Және мынау шалбардың балағынан жаңағы тізе сызығы дедік қой, тізе сызығын тура мынамен анықтап алсақ болады. Бұл тізе сызығының формуласы жаңағы айттым. Яғни Ш1 С кесіндісінің ортасын табамыз да, ортасынан жоғары қарай 6 сантиметр көтерілеміз. Осы жерден тізе сызығынан сол жаққа қарай 3 сантиметр тастаймыз. Ол шалбардың артқы бөлігі үшін. Бұл нүктені 3 деп белгілейік. 3 штрих деп белгілейік. Енді шалбардың балағынан 1 сантиметр қалдырамыз. Шалбардың балағынан 1 сантиметр, мына жерден 3, мына жерден 1 сантиметр қалдырамыз да, осы нүктелерді қосып шығамыз. Мына жерде арасын, 3 пен 3 штрихтің арасын қоспай тұрып, ортасын тауып аламыз. Ортасы бізде 16, ортасы 8 екен. Тура ортасынан ішке қарай 0,5 сантиметр аламыз. 0,5 сантиметр аламыз да, осыған қиғаштап қосамыз. Қиғаштап қосып, мына жердегі тұрған 1 сантиметрмен қосып жүреміз. Осылайша ал бөлігі шықты. Енді мына жерден С нүктесінен ішке қарай 4 сантиметр аламыз. 4 сантиметр аламыз да, Т1 мен колено нүктесімен С1-ді қосатындай түзу саламыз. Т1 нүктесімен Т нүктесімен С-ны қосып шығамыз қысқасы. Міне осылайша шалбардың артқы бөлігінің сызбасы дайын болды. Белдікке келетін болсақ, шалбардың белі, бізде мына шалбар талиевый изделие болғандықтан, беліне резинка салғыларыңыз келсе, резинканың ұзындығын мына жерден алып тастаймыз. Мысалы, резинкамыз бізде 4 сантиметр болады дейік. 4 сантиметр алып тастаймыз да, кесіп тастаймыз шалбар. Мына жерден де тура солай 4 сантиметр кесіп тастаймыз. Содан кейін барып, ені 4 сантиметр ұзындығы болса,
тігісіне 1 сантиметрден ені 6 сантиметрдей болатындай, ұзындығы белдің айналымына келетіндей, бізде белдің айналымы 26, яғни 52 сантиметрге тең болатындай ұзын лента аламыз. Және мына жердегі шалбардың артқы бөлігіндегі выточка дейді. Ол выточка ол бізде 3 пен Т сызығының ортасын аламыз. 14-7, 7-ден 2 сантиметр мына жаққа, 2 сантиметр екінші жағына сызып, ұзындығы 7 сантиметрдей болатындай. Ұзындығы 7 сантиметр болатындай выточка саламыз. Бұл выточка бізде шалбардың артқы бөлігін, яғни попасы дейді ғой, соны ерекшелеп тұру үшін керек болады. Міне осылай. Осы YouTube каналдың астыңғы жағында комментарийда бүкіл мәліметтер сонда жазылатын болады, немесе менің телеграм каналыма кірсеңіздер болады.